Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге 10 минутта дайын болатын ешқандай дрожждың көмегінсіз бауырсақты бірге пісіретін боламыз. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен ыдысқа бір стакан айранды құйып, оның үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Екеуі реакция беруі қажет. 2 ас қасық құмшекерді және жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне асықпай отырып ұнды қосып, алдымен венчиктің көмегімен араластырып, содан соң қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Тура осылай сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, себебі өте оңай әрі тез жасалынатын рецепт түрі. Қамырды илеп болған екен, осылай бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 10 минутқа алып қоямыз. Қамыр дайын болды, оның астына ұн сеуіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп алдын ала формаға келтіріп аласыздар. Содан соң оқтаудың көмегімен қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Қамыр жайып болғаннан кейін арнайы формамен осылай кесіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады, мейлі пышақпен, мейлі осылай формамен. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін алдын ала қыздырылып тұрған майға екі жағы қызарғанша бірдей етіп пісіріп аламыз. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бауырсақтарымыз дайын болды, барлықтарыңызға ас болсын.